ой жолым болмай кетти, анау болду, мынау болду дейтин кишилерге айтарымыз, адам өзүнүн жолун өзү жабат, өзүнүн жолун өзү ачат. Калай? Алла Таала Куранда айтат аятта: сендердин баштарыңа келген сынактарың, яғни кыйынчылыктарың, мына кол эки истегендериңнин кателиктеринин себебинен дейт. Күнәмизди тастап, керісінше сауаптуу іспен көп шұғылданып бастаған кезде, ойламаған жерден Алла Таала біздерге өзінің ырзық несібесін молайтып, болмайтын жұмыстарымыз болып кетіп, сондай бір жағдайлар кездесіп жатады. Сондай кезде Алланың, Құдайдың қасиетті үйіне кіріп, көп дұға сұрайық, жолымыздың ашылуын сұрайық. Біз Аллаға шын 100% толық яқинмен барлық нәрсе Алладан ғана болады деп сенген кезде, сенім солай орныққан кезде, Алла Тағала біздің осы ниетімізге, осы ықыласымызға қарай сұрағанымызды береді. Ендеше Аллаға құлшылық қылыңыз, қиыншылықтан құтылыңыз.